Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз өте дәмді, өте нәзік молочный девочка әзірлейтін боламыз, яғни сүтті қыз тортын жасайтын боламыз. Бұл рецептпен мен заказға дайындап жүрмін, сондықтан қорықпай, сенімді түрде осы рецептпен пісіре берсеңіз болады. Достар, жалпы тортты пісірген кезде килограммына қарай рецепт болады, және диаметріне қарай рецепттер болады. 1 килограммнан бастап қандай мөлшерде салу керектігін астына описанияға жазып қоятын боламын. Бірақ жалпы тортты заказ алған кезде 2 килограммнан бастап 1 килограмм жарымнан бастап алғаныңыз жақсы. Бізге енді құрамына көп затты қажет етпейді. Жұмыртқа, сгущенка, ұн және қопсытқыш керек. Бар болсақ қана ендеше бастайық. Достар, алдын ала жасап алсаңыздар болады. Осы пергаментке қарандашпен сызып форманың диаметрін дайындап қоямыз. Ендеше сгущенкаға жұмыртқаны қосамыз және екеуін миксерлейміз. Миксер болмаса венчикпен араластыра берсеңіз болады, бірақ қаттырақ араластырғаныңыз жөн. Немесе сіздің венчигіңіз пластмасс болса, онда шанышқымен араластырсаңыз да болады. Венчиктің басы, ыдысымыз барлығы таза болу керек. Бастайық. Ешқандай да қан, сармай салмаймыз. Кейбір рецепттер болады, достар, сармай салатын. Бірақ сармай салудың қажеті жоқ. Сармайды неге қоспаймыз? Себебі біз сыртын қаптаған кезде 100 грамм сармай, 100 грамм қант ұнтағы, 300 грамм творожный сырды араластырамыз. Сондықтан барлығына араластырудың қажеті жоқ. Біздің тестіміз дайын, енді пергаментке жағамыз. Енді осы шетте газыңызды қыздырып қоя берсеңіз болады. Бізде нәзік крем сияқты тесті дайын болды. Енді оны пергаментке жағамыз. Пергаментке орналастырудың өзі мастер-класс ретінде болады. Себебі жаққанда ол кейбір жері жұқа жағылады, кейбір жері қалың жағылады, сондықтан бір жері піседі, қатты болып кетеді, қалың жағы піспей қалады. Дұрыс жағылу жағында қараңыз. Қасықпен де орналастырсаңыз болады, бірақ сізде осындай лопатка болатын болса, тіптен жақсы болатын еді. Мен покланды қолданамын. Осылай ішкі жағына табанның суретін салып аламыз да, сыртқы қабатына маргарин, яғни майды жағамыз. Кейін видеодағыдай етіп жағып аламыз. Өте жұқа да емес, қалың да емес етіп жағамыз. Видеода көрсетілгендей жағамыз. Лопатканың басын тазартып аламыз, жақпас бұрын. Кішкентайдан алып пергаментке орналастырамыз. Тек қалың жағудың қажеті жоқ, себебі ол қазір піскенде үлкейеді. Жалпы молочный девочка деген кезде жіңішке, жұқа корждар еске түседі. Мысалы, кейбір торттар болады ғой, молочный девочкалар қалың тесті корждар жасап қояды. Ол мүлде дұрыс емес, себебі корж деген өте көп болу керек қой. Кем дегенде 9, 10, 12 корж шығу керек. Сызықшаның бойымен орналастырып шығамыз. Өте қатты тақап, яғни сызық тұр ғой, соған дәлме-дәл етудің қажеті жоқ, себебі кішкене 1 мм болсын сыртынан шығарып істегенін жақсы, ол қазір піскенде кішірейіп қалады. Видеода тағы да мәрте көрсеткенмін. Яғни жоғардан басап ортаға қарай жинай береміз, яғни күн сәулесін жасаған сияқты. Бізде міне корждар пісті, өте жұқа, керемет болып пісті. Осылай алып аласыз, жыртылып кетпесін пергаментіңіз. Және тағы да корж жаған деп жатқан кезде майлауды ұмытпаңыздар. Достар, енді біз крем жасайтын боламыз. Бізге сливки және сахарный пудра, творожный сыр керек. Достар, әрбір үйде бір весы болсын болу керек, себебі весесі жасалған тағамдарға сіз сенімсіз боласыз, шыға ма, шықпай қала ма деп, сондықтан бір весе болсын алып қойғаныңыз жөн. Егер сізде весі жоқ болатын болса, онда шамамен істеп көріңіз, бірақ нақты айта алмаймын сізде шығады деп. Немесе осындай видеода көрсетілгендей табақша алсаңыз болады. Бұл арнайы, яғни сливкиді, сұйық заттарды араластыруға арналған ыдыс. Бұнда мөлшері барлығы жазылған, бірақ граммды өлшей алмайсыз. Достар, сливкиді дүкеннен келгеннің өзінде де кемінде 1 сағат болсын холодильникке салып қоюыңыз керек. Ашылмаған холодильникті жоғарысына қойып қоямыз холодильниктің, ал егер ашылған болса, оны төменгісіне аузын жауып сақтауға болады. Осылай барлығын жан-жағын ашып, араластырып шайқап аламыз холодильникте тұрғаннан кейін. Себебі оның бетінде қаймағы тұрып қалады, соның барлығын араластырамыз. Әйтпесе сіз шайқамай солай құятын болсаңыз, сіз сұйық жағын құйып аласыз да, сосын жаңа творожныймен араластырғанның өзінде де жаңа сұйық крем шығып кетуі мүмкін. Кейбір қыздар айтып жатады, крем дайын болған жоқ, шыққан жоқ деп. Себептерінің бірі де осы болады. Бұл сливкиді бірінші қолдана кетемін. Дәмі жақсы. Свежий завтрак ұқсайды. Мен свежий завтрак алғым келген негізі. Бірақ асекорда болған жоқ.
соның дәмі бірдей екен. Ендеше бастайық. Миксеріміз басы таза болу және ыдысымыз таза болу керек. Кейін сахарный пудра себеміз. Мен сгущенка қосамын 30 граммдай. Творожный сырымызды қасымызға алып қоямыз. Енді миксерлеуді бастаймыз. Осындай шұңғылдау ыдысқа шайқаймыз. Шашырап кетуі мүмкін сливкеміз. Массамыз кішкене қоюлана бастаған кезде творожный сырды саламыз. Творожный сыр, яғни сіздерге айтарым, крем чиз жақсы 70% және калих жақсы, сосын кремит те жақсы. Қалғандары қолданып көрген жоқпын. Видеода көрсетілгендей шайқаймыз, себебі творожный сырымыз ірітпек болып араларында қалып қою мүмкін. Рецепте көрсетілген барлық творожный сырды салып жіберуге болмайды, себебі аздан салып массаңызға қарай араластырасыз. Бізде крем дайын болды, енді араластырамыз. Ішіндегі ауаларды шығарып, жақсылап араластырамыз. Көп шайқаудың қажеті жоқ, творожныйды араластырылса болғанда, осылай түйіршіктерін кішкене езіп жібереміз. Андай прям биткенде қатып қалатын керек емес, ұлпипай емес, кәдімгі молочный девочка, сондықтан оған кішкене сұйықтау, жаққанда нежный болып жағылатын крем керек. Достармен осылай кесіп аламын, біздің тортымыз тегіс әрі әдемі шығу үшін. Енді достар, кремді жинаймыз. Қазір мынау керек болады. Мына арты жағын саламыз, артқы жағын. Пропиткаға жай ғана суды жағам. Қантпен суды араластырып жақсаңызда болады. Бірақ бұл молочныйдың өзінің сгущенкасының қанты бар, сливкидің қанты бар. Сондықтан өте қатты көп қант болған қаламаймын. Бұл тортты мен достар заказға дайындап жатырмын. Тортты жинап болғаннан кейін осылай кольцоға салып, бетін пищевоймен жауып, холодильникке салып қоямыз. Кем дегенде 1 сағат тұру керек. Менде холодильникте тұрды. Енді бетіне обтяжка жасаймын, яғни креммен сәндеп, бетіне түрлі түсті жазуларды жазып, өзіңіздің оформлениеңізге немесе туған күн басқа да фантазияңызға байланысты жасайсыз. Немесе бетін крошкамен де жауып тастауға болады. Негізінен 100 грамм қант ұнтағы, 100 грамм сливки немесе сармай және 300 грамм творожный сырмен қапталу керек. Торттың бетін қаптауға бөлек рецепт түсіретін боламын. Әзірше осы видеодан қарасаңыздар болады. Обтяжка жасау үшін де осындай дөңгелек айналатын столик керек. Барлығын видеодағыдай етіп істесеңіз де болады. Егер сізде бірінші жасағаннан шықпай жатса, ол қалыпты жағдай. Қолыңызды бара-бара үйретесіз. Міне достар, біздің тортымыз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Бенто тортын жасаған кезде де осы рецепті қолдансаңыз болады. Тек размерін кішкентай етіп рецептін өзгертіп аласыз. Ендеше сәттілік барлықтарыңызға ас болсын. Келесі кездескенше. Видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең бастысы каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.